Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы оқу-әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен бастау алған «Жырлайды жүрек» атты оқушылар мен мұғалімдер арасындағы өлең оқу жыр керуені челленджін Байзақ ауданы нөмірі 1 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері жалғайды. Қазақ жырының аспанындағы аз ғана жұлдыздардың арасынан сенің жұлдызыңды біз оңай таныш едік. Сенің жұлдызың ең шұғылалы, ең мейірімді жұлдыз деген екен Тұманбай Молдағалиев ағамыз. Қазақтың ағиық біртуар ақыны Мұқағали Мақатаевқа бүгін 90 жыл толып отыр. Қазақтың әйгілі ақыны Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев қазақ поэзия әлеміне шетсіз, шексіз кеңістік пен көз түрінген биіктік әкелген ақын. Құдіретті қарапайымдылық пен көпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарған. Каусар сезім мен тояттамас көңіл, шалқыған шаттық пен мұңға тұнған махаббат, буырқанған шабыт пен сабырға көнбес сағыныш сыйлаған ақын. Мәрт мінезді, өр кеуделі, от жүректі ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына орай қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің челленджін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін менің туған күнім, ой бәлей, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім ақ, Тәңірдің бір жартая қойғаны. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей, құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атын міндемей. Мына жұртқа жақпадым әлденем, бекер өмір сүргенім бе әлдемен. Халқым, сенің қасиетіңді білем деп, босқа өмірім өтті мекен әуремен. Айтамын деп қуанышың мұңыңды, басқарнаға бұрдым бәлде жырымды. Мен бәрібір өзіңменен бір болам, өзегіне тепсең дағылымды. Тойланбаса, тойланбасын нетейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды берші маған бәйбіше, болашаққа арыз жазып кетейін.